Балалар, сендердің көңіл-күйлерің қалай? Керемет. Балалар, менің алдымда не көріп тұрсыңдар? Құрт. Құртты қалай жасайды екен, білесіңдер ме? Айтып беріңдерші маған. Сүттен. Сүттен, айраннан, тағы да қалай жасауға болады екен құртты кім айтады? Жасалатынын білмейміз бе? Олай болса, балалар, бірге зертханаға барып, құрттың жасалу жолын анықтайық. Балалар, міне зертханамызға келдік. Енді біз құрттың қандай бізге пайдасы бар, соны бірге зерттейік. Олай болса, осы біздің құртымыздың тағы да қалай жасалу жолын көріп шығайық, иә? Кәне, сүттің құрамы. Сүлейман, сүт қандай екен? Сұйық. Сүт сұйық, дұрыс айтасың. Руслан, айран қандай екен? Қою. Раяна, сүзбе қандай болып тұр? Сүзбе үкілтіліп тұр. Уәлихан, қарай ғой. Қарашы, құрт қандай болып тұр? Құрт тығыз екен. Құрт тығыз екен. Ерекше керемет, сиқырлы витамин бар, балалар. Бұл құртта бізде кальций бар. Ол біз бөлмесіне барып, құрттың жасалу жолын көрейік, е? Балалар, біз ас бөлмесіне келдік, е? Мұнда құрт бар. Айран неден жасалады? Сүттен. Ал бізде сүт бар ма? Жоқ. Сүтті бізге не береді? Сиыр. Олай болса, сиыр сауып, сүт алайық. Ал, міне сиырымыз. Ал сиырды кім сауады? Мен. Раяна келе ғой. Балалар, көріңдер ма? Мен сүтті пісіріп, қайнатып, жылы қылып алып келдім. Айран ұйту үшін, балалар, жылы сүтті құямыз. Айран ұйтқыны саламыз. Ұйтқы бізде айран, я, балалар? Айран бетін жауып, балалар, 3-4 сағат жылы жерде ұстауымыз керек. Бұл тұрып, ұйыйды, я? Содан кейін бізде сүзбе пайда болады. Айранымыз үйді ма? Көрейік, балалар. Көреміз. Айран болып ба? Қараңдаршы, балалар. Я. Сүзбе жасау үшін біз қапшыққа осы айранымызды құям. Бұл қапшықты алып, күннің астына іліп қоямыз. Күннің астында суын бәрі ағып, ішінде, балалар, бізде сүзбесі қалады. Балалар, біздің сүзбеміз дайын болды. Осыны әдемілеп ыдысқа саламыз. Қараңдаршы, қандай әдемі сүзбе дайын болды айраннан. Бітір сүзбеге? Олай болса, кішкене тұз салып жіберейік. Араластырайық, иә? Балалар, біздің сүзбеміз дайын болды, иә? Енді, балалар, осы сүзбені біз қолымызға алып, осылай домалақтап, қараңдаршы. Жасаймыз, балалар. Қатты домалар. Міне құртымыз дайын болды. Енді құртымыз қатты болсын, бетін жауып, шаң болмасын бетін жауып, күннің астына қойып қоямыз. Құрттың тағы да мен сендерге бір сиқырын айтайын, балалар. Құртты алып аузымызға салған кезде, біздің аузымызда құрт жаттығу жасап, ауыз қуысымызды реттейді, балалар. Яғни біз құртты ауыз қуысымызда жылжытқан кезде, біздің дыбысымыз анық шығып, біз дыбыстарды анық айта аламыз. Және бұл бізде ауыз қуысымыздағы бактерияларды өлтіреді. Олай болса, балалар, бір құрттан алып, жаттығу жасап көрейік. Тілдің көмегімен оңға,